Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін маған Қытайдан посылка келді. Ашып көрейік. Ашайық, сосын мен сіздерге түсіндіріп өтемін, бұл не зат екенін, не үшін пайдаланамыз, және бағасы, және қай жерден қалдыруға болатын. Ал Қытайдан келіп тұр. Көрейік енді распаковка. Жақсылап ораған екен. Бұл заттың бағасы $400 тұрады. Шабамен теңгемен шаққанда 190 мың, 187 мың сондай болады. Доллардың курсына байланысты. Бұл зат біздің дүкенімізде сатылмайды. Бірден айта кетейін, бұны алу үшін тікелей өзі компаниядан заказ бересіздер. Алиэкспрессте бар магазины. Сырты жақсы қаптау. Комплектациясы көрейік. Мынау не бізде? Бұл несі? Бұның комплектациясы өте бай. Бұларды бөлінеді комплектациямен. Көрдіңіздер. Мылтықтың үстіне қоятын планка. Және камераны осының ішіне қойып қойылады. Бұны арнайы тағы да өзінің креплениялары. Бәрінге ашып көрсетем. Әзірге ішіне не бар екен көрейік. Бұл арнайы камера қыстыратын заттары. Лазерный прицелы. Батарейка керек. Өзінің кілттері. Қойып кетейін. Телефонға қыстыруға және крепление қыстыруға. Бұдан кетеді. Өзін арнайтын бұрайтын бар екен. Мына жерде камера. Мына жерде сіздің телефоныңыз тұрады. Осылай ұстауға ыңғайлы. Керемет. Маған ең жоғары комплектация салып жүрген екен. Мынандай камераның. Ал енді өзі. Бұл тепловизор, арнайы тепловизор. Ең кішкентай тепловизор деп айтсақ та болады қазіргі таңда. Бізде Қытайдағы кісілер салып жерде болсын. Обзор түсіріп отырып, распаковкасы. Аларды қазір шамалдан кейін өзіміз көріп түсінетін боламыз. Міне, сырты. Сырты әдемі. Айфон сырт сияқты. Телефон сырт сияқты. Ал міне деп ашып көрейік бұны. Бұны айта кететін болсақ, заводтан өзінің сүретіні минус қателеспесем 25 плюс 40-қа дейін түсіре береді. Және бұның ұзақтығы 1 километр 300 метрге дейін тартады деген. Оны да біз тексеріп көреміз, сыртқа да шығып тексеріп көреміз. Әзірге распаковка. Суретін көріңіз. Артық нәрселерімізді құртайық. Комплектациясы өте жақсы. Ал, көрейік. Бісміллә. Коробкасы әдемі екен. Адам көзін қызықтыратындай.
ішінде қағазы бар. Біздің Қытай бауырларымыз құттықтап жатыр қалғанда. Мынау өзінің инструкциясы. Burada ағылшын тілде. Бәрі ағылшын тілде. Мынандай өзгертуге болады. Түстерін таңдауға болады. Оған арнайы сізде Android телефон болатын болса, Android кіретін жері, егер де iPhone болатын болса, iPhone. Екеуіне екі түрлі. Көрдіңіздер ме? Менде Android болғаннан кейін мен Android'ны алдым. Сымдары Type-C сым. Ал енді басты. Ең бастысы міне осы камера. Сырты қатты. Қарап өтсеңдер. Сырты тастайын. Өте мықты чехол. Құлағаннан бәрінен сақтайды. Камераның өзі өте кішкентай. Қазіргі таңда ең кішкентай тепловизор, мобилді тепловизор. Сіздің өзіңіздің қолында ұстап жүрген кез келген телефонға қолдансаңыз болады. Инфирай фирмасы. Мынау тепловизор. Кішкентай ғана. Көрдіңіздер ме? Бұны мына крепление ішіне пайдаланып, мылтыққа да қыстырып қойсаңыз болады, жанына телефоныңыз қыстырып қойсаңыз болады. Егер де охотаға шығатындар, аңшылыққа шығатындар болса. Бұны не үшін пайдаланамыз? Кейбіреулер аңшылыққа пайдаланады, қабан атуға пайдаланады, қасқырға мүмкін шығу. Және не үшін пайдаланады? Или құрылыста пайдаланады. Бұл мен қай жерден ыстық қашып тұр, қай жер қысып тұр, сонда бәрін көруге болады. Және қазір бізде Қазақстанда бәрінде барлық жерде мал шаруашылығы көп. Кейбір адамдар малдарын таппай жүргендер бар. Сол кезде де мал іздегенде де түнде сол кезде керек болатын дүние көп орын алмайды. Бағасы да тепловизорлердің арасына салыстырғанда қатты қымбат емес, өте айтарлықтай. 190 мың теңге тұрады. Бұлайынша жақсы тепловизорлер 600 мыңнан жоғары, 400 мыңнан жоғары тұрады. Бұл енді 1 километр 300 метрге дейін татады. Көрейік, осы распаковкасы. Ал міне жаңағы біздің комплектациясында камерасы. Мынау мылтықтың үстіне қоятын крепление, планка дейді. Өзінің переходниктері ауысатын. Мынау да бір переходник. Мынау араға біз телефон қыстырамыз, мына жерге камера қыстырамыз. Мынау лазерный прицел бар екен. Бұны астына киіліп, мынаны арнайы өзінің кілттері бар, міне көріп тұрғандарыңдай. Өзінің құралдары осы кілттермен құлыптаймыз, шешеміз. Көрсетіп кетейін бірден жинауы. Тез жиналады, көп орын алмайды. Ең бастысы. Мына жерге өзіміздің камерамыз қыстырылады. Камераның сыртында мына жерде арнайы мынандай қабы болады екен. Бұны осы жерге қыстырамыз, араға телефон қыстырамыз. Болды, сосын сыммен жалғаймыз. Сосын тепловизорымыз дайын болады. Мынау не екенін түсінбедім. Мынау да өзінің переходниктерін салып жүрген маған. Мынау iPhone-тікі, мынау Type-C-тікі. Міне біздің енді тепловизорымыз. Осыны енді далаға барып түсіретін боламыз. Қазір мен бұны өзім телефоныма жалғап көрсетемін сіздерге. Қалай болатынын. Және далада да түсіріп көреміз. Тест-драйв жасаймыз. Өзінің бағасына тұрарлық па,
өзі қандай суықта ыстықта қалай көрсететінін көреміз. Далада немесе жабық іште, үйлердің ішінде қалай көрсететінін көреміз. Камераның өзін қостық телефонға, өзінің несіне кіріп кетеді. Және мынау инфрарей деген программаны жазып аласыздар. Сізде Android болатын болса Play Market'тен, болмаса iPhone болса iPhone'ның өзінің несінен жазып аласыздар. Міне камера, қазір қосып көрсетемін сізге. Мұны өзінің программасына кіретін боламыз. Так, бұлайдан жатқызып жүрейік. Міне, бірден қосылып тұр. Ана жерде Нұржан отыр. Міне камераны қостық, тепловизор телефонға. Нұржан отыр бізде. Біздің дүкеніміздің іші. Батарейлердің қызып тұрғанын көрсетіп тұр. Қай жерден кетіп тұрғанын. Және бұлайна фильтрлерін өзгертсек болады. Мынандай түрі. Мына жерде қызып тұрғанда ақ болып көрсетеді. Мынандай түр. Бұлайнан да өзгертуге болады. Бұл кезде ыстық қара болып көрсетіп тұр. Мына жерде керісінше ыстықты ақ болып көрсетіп тұр. Мынау қызартып. Міне. Мынау үйдің ішінде помещение. Мынау біздің светтеріміз. Мынау батарейдің қызуы. Нұржан беті қып-қызыл отыр. Системный камера деген қоссаңыз. Өзінің камера. Мынау тепловизор екеуін екі бөліп көрсетіп тұр. Көрдіңіз бе? Міне тепловизор осылай. Еш қиындығы жоқ. Өзінің программасы тегін. Орнатасыздар. Телефонға жалғайсыздар. Болды, одан пайдалана беруге болады. Автомат түрде. Міне қызыл болып көрсетіп тұр. Жаңа функциялар тағы бір көрсетіп өтейін сіздерге. Мынаны алып тастасақ болады қазір. Міне. Мынау фильтрі. Кез келген цвет қандай түске қойсаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Мынау прицел. Бұл мылтықтың үстіне қойған кезде пайдалы. Мынау автослежение деген. Мынау көрініңіз қызыл болып көрсетіп тұр. Қай жер ең ыстық екен. Болды, қиындығы жоқ. Ал енді осы тепловизорды далаға барып түсіретін боламыз. Міне тепловизордың бар болғаны. Салмағын кейін айта өтем, қанша салмағы екен. Өте кішкентай. Енді сыртқа барып бұны сынап көретін боламыз. Мені жаңағы өзімен бірге креплениясы қыстырдым. Мындай сыммен телефонға переходник жалғайсыздар. Қатырлатын өзінің бұрандалары бар. Қиындым жоқ, бәрі түсінікті. Қолға ұстауға ыңғайлы. Көретін болсаңыздар. Нұржан да өсеп тұр. Беті қызарып тұр, ұялып. Мынау біздің труба батареяларымыз. Мынау освещение. Бәрін көрсетіп тұр. Енді бұның неше метрге тартатыны соны көріп тұр. Сыртқа шыққаннан кейін. Бәрін көрсетіп тұр. Анық. Бәрі. Қолға ыңғайлы. Өте ыңғайлы. Алатын болсаңыздар, осындай комплектациясымен бірге алыңыздар. Қолға ұстауға ыңғайлы.
телефон құлатып аламын деп ойламайсыздар. Салмағы да ауыр емес ондай. Ал енді келесі видео далаға барып жүреміз сыртта.